Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі пәнінен 14-ші сабақ ю әрпінің жазылуы тақырыбын өтеміз. Балалар, алғашқы жаттығуға қарайық. 56-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Түсініксіз сөздердің мағынасын сөздіктен қара. Болат пен Юра құрылыс басына барды. Құрылыста адамдар көп екен. Құрылысшылар 9 қабатты үй салып жатыр. Үйдің бірінші қабатында сылақшылар бригадасы жұмыс істеп жүр. Гүлсара мен Юлия тәтей құбырларды қою сырмен сырлады. Ал Марат аға кранда жұмыс істейді. Құрылысшы болған қандай жақсы. Ұлан газетінен алынған. Балалар, мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді теріп жазыңдар. Жазылған сөздердің айтылуы мен жазылуын салыстыр. Қарамен жазылған сөздерді оқиық, балалар. Юра, Юля, қою деген сөздерді дәптерімізге жазамыз. Балалар, бұл сөздердің айтылуы мен жазылуын салыстырайық. Юра айтылған кезде 4 дыбыс естіліп тұр, жазылған кезде 3 дыбыс. Балалар, Юля деген кезде де айтылған кезде 4 дыбыс, ал жазылған кезде 3 дыбыс. Қою деген сөзде де айтылу барысында 4 дыбыс, жазылған кезде 3 әріп болады екен, балалар, жақсы. Балалар, яғни сөзде и, у дыбыстар естілгенімен жазуда олардың орнына ю әрпі жазылады. Мысалы, аю, өркею деген секілді. Балалар, 57-ші жаттығуға қарайық. Сөздерді оқы, олардағы дыбыстар мен әріптерді сана. Дыбыс саны мен әріп санының сәйкеспеу себебін түсіндір. Қою, молаю, үлкею, есею, сарғаю. Енді балалар, осы сөздерге дыбыстық талдау жасаймыз. Көбею деген сөзде неше дыбыс, неше әріп бар? Дұрыс айтасыңдар. Көбею деген сөзде 6 дыбыс, 5 әріп бар. Молаю деген сөзде 6 дыбыс, 5 әріп бар. Үлкею деген сөзде 6 дыбыс, 5 әріп бар. Есею деген сөзде 5 дыбыс, 4 әріп бар. Сарғаю деген сөзде 7 дыбыс, 6 әріп бар. Жақсы. Балалар, енді үлгі бойынша дыбыстық талдау жасайық. Көбею, к дауыссыз дыбыс, ө дауысты дыбыс, б дауыссыз дыбыс, е дауысты дыбыс, ю, и, у әріптерінен құралған и дауыссыз, у дауысты дыбыс. Себебі у дауыссыздан кейін келіп тұрған соң дауысты болады. Келесі. Молаю, м дауыссыз, о дауысты, л дауыссыз, а дауысты, и дауыссыз, у дауысты. Үлкею, ү дауысты, л дауыссыз, к дауыссыз, е дауысты, и дауыссыз, у дауысты. Есею, е дауысты дыбыс, с дауыссыз дыбыс, е дауысты дыбыс, ю, и дауыссыз, у дауысты. Сарғаю, с дауыссыз, а дауысты, р дауыссыз, х дауыссыз, а дауысты, и дауыссыз, у дауысты. Жақсы, балалар. Енді балалар, 58-ші жаттығуға қарайық. 58-ші жаттығу көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып өлең құрастырып жаз. Ормандағы аю, ойы балға тою, яғни қою және тою сөздерінің бірін көп нүктенің орнына жазуымыз керек. Яғни бұл жерде тою деген сөз жазылады. Жақсы. Аю балды неліктен ұнатады деп ойлайсың? Балалар, айта қойыңдаршы. Жақсы, жарайсыңдар. Себебі бал өте дәмді екен, балалар. Жақсы. Аю, қою, тою сөздеріндегі ю қандай дыбыстардан құралғанын айтыңдар. Дұрыс айтасыңдар.
и, у дыбыстарынан құралған. Жақсы. Балалар, келесі 59-шы жаттығуға қарайық. 59-шы жаттығу. Оқы. Аю не деп жауап беруі мүмкін? Ол қасқырға қандай ақыл кеңес берді деп ойлайсың? Осы сұрақтарды басшылыққа алып, әңгімені әрі қарай жалғастырып жаз. Аю мен қасқыр. Бірде қасқыр аюлардың қыста ашықпау сырын білгісі келді. Ол сұрады аюдан. Аю, мен жаз бойы қоректенемін. Жаз бойы тері астындағы майдың қорын толықтырамын. Ал қыста тері астындағы майды қорек етіп терең ұйқыға кетемін. Сондықтан қарным ашпайды деді. Жақсы балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылуды ұмытпаймыз. Сау болыңдар. Келесі сабақта кездескенше.